Баршаңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 15 минутта дайындалатын және де үйдегі бар заттардан дайындалатын печеньені жасау жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бір ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз, үстінен қантты салып, венчик немесе вилканың көмегімен араластырып алуымыз қажет болады. Содан соң үстіне сұйық майды құямыз. Барлық ингредиенттердің толық массасын төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Араластырып болған соң ұнға қопсытқышты саламыз. Мен осы бір пакетик қопсытқыштың жартысын салдым. Содан соң екеуін бір араластырып жіберіп, алдыңғы жұмыртқалы массамызға 2-ге бөлу арқылы қосып алуымыз қажет болады. Бастапқыда ұнды салып жартысын венчиктің көмегімен бір араластырып жіберіп, содан соң қалған ұнды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр ете алатын боламыз. Илеп болған соң тындырудың қажеті жоқ. Табанымызды майлап аламыз да, тестамызды 30 грамнан барлығын бірдей етіп бөліп шығамыз. Таразыны пайдалансаңыздар болады, барлығы бірдей печеньелер болып шығады пісіп. Енді печеньелердің барлығын формаға келтіріп аламыз, видеода көрсетілгендей етіп, немесе одан да жұқа етіп, немесе үлкендеу етіп жасасаңыздар өте еркілеріңізде. Формаға келтіріп болған соң бетіне сәндік үшін осылай стаканды пайдаланып, 1-2 узорлар, яғни сызық жасап сән беруге болады. Немесе вилканың көмегімен жасауға да болады. Өз қалауыңызша жасай бересіздер фантазияға қарап. Енді үстіне шекерді осылай, яғни қантты осылай жасап печеньелерді одан сайын көрікті ете түсеміз. Енді пісіріп аламыз. Сонымен біздің печеньелеріміз дайын, жеумен ішуге өте дәмді болып шығады, балалар да сүйсініп жеп алатын болады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.